Құрметті әріптестер, Конституция мемлекетінің құқық жүйесінің іргетасы. Адам құқықтарының Конституция жобасында қалай бекітілетініне кеңірек тоқталуға рұқсат етсеңіздер. Біріншіден, екінші бөлімнің атауы өзгереді. Қазіргі адам және азамат атауының орнына негізгі құқықтар, бостандықтар мен міндеттер деген атау ұсынылады. Бұл өзгеріс адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сондай-ақ міндеттерінің басым маңызға ие екенін айқын көрсетеді. Екіншіден, аталған бөлім құрылымдық тұрғыдан 29 түрлі құқықты, бостандықты және міндетті қамтиды. Конституцияның жобасында бекітілетін барлық құқықтар мен бостандықтар оларды іске асыру шарттарымен қатар белгіленеді. Алайда кейбір құқықтар, мысалға өмір сүру құқығы ешқандай шартпен шектелмейді. Конституцияның жобасында адам құқықтары мен бостандықтары әрбір адамға туған сәтінен бастап тиесілі екені, олардың абсолютті және ажыратылмайтын сипаты бар екені тікелей көрсетілген. Яғни, құқықтарға ие болу үшін қандай да бір қосымша шарттар қажет емес. Олар адамға дүниеге келген сәттен басталып беріледі. Маңыздысы, Конституцияның жобасында адамның барлық жеке құқықтарының қол сұғылмаушылығын тікелей бекітілген. Сонымен қатар жаңа редакцияда құқықтар мен бостандықтарды жүзеге асыру басқа адамдардың құқықтарын бұзбауға және бостандықтарының шектемеуге тиіс конституциялық құрылымның негіздеріне, қоғамдық тәртіпке, азаматтардың денсаулығына және қоғамның адамгершілік болмысына нұқсан келтірмеу тиіс екені нақты айқындалады. Осы тұста басқа адамдардың құқықтары мен қадір қасиетіне нұқсан келтірудің өмірде қалай көрініс табатынына бір ғана мысал. Кейбір адамдар сөз бостандығын шексіз еркіндікке айналдырып, азаматтарымызды, ата-аналар мен балаларды кемсітуге жол береді. Соның салдарынан олардың денсаулығы ауыр психологиялық, кей жағдайда физикалық зиян келтіреді. Осы тұрғыдан алғанда, Конституция жобасында адамның ар-намысы мен қадір қасиетінің қол сұғылмаушылығы және олардың заңмен қорғалатыны туралы ереженің ерекше маңызы бар. Бұл адам абыройын қорғауды және деңгейге көтермек. Конституция адам құқықтары мен бостандықтарының сақталуына нақты кепілдіктер белгілейді. Хат алмасу, хабарламалар мен жеке өмір құпиясының қол сұғылмаушылығы туралы норма бұл құқықтарында Конституциямен қорғалайтынын айқын көрсетеді. Сонымен қатар Конституция жобасы қазіргі заманғы үрдістерді ескере отырып, бұл қағидалардың технологиялық серпін жағдайында да толық қолданылатынын нақты айқындайды. Ар-ождан бостандығы, еңбек ету құқығы, жүріп-тұру еркіндігі, тұрғын үйге, меншікке, денсаулық сақтауға қатысты құқықтар өзгеріссіз қалуда.